Кән біздің балалар. Ата, апа, ана, нан деген төрт сөзді жазып шығу керек бүгінгі тапсырмада. Жарайсыңдар. Қане, мұна жігіт кім болып ше? Алинор, қандай сөздер жаздың көрші? Айтып жерші бізге. Алинор. Атын оқып жерсе енді? Не деп жазылған? Кән оқимыз. Бірінші сөзді оқышы, қарамыз деген. Дұрыс, мені Алинор молодец. Біз Нұрисламда бір сөзді жазып қойыпты. Қандай сөз жаздың? Нұрислам, қандай сөз сенікі? Айтшы. Нұрислам? Ата. Қандай сөз болды? Ата. Жарайсың. Алихан оқимыз. Қандай сөз жаздық? Қандай сөз болды? Ата. Мәне жарайсыңдар. Я, ұқсайды аға. Жарайсың, енді ортасындағы таяқшасын ғой, сонда А деген әріп шығады. Бұлай қоямыз, ортасына таяқшасын. Көк түс бар ма? Ой, жарайсың, енді мұнан жанына екі таяқша қойсаш. Сонда ата болады. Таяқшасын қой. Апай мен асымға көмектесіп. Сен ше? На деп жаз. Ана соңғысына нығып жаз шықаны. Мұны деп жазам. Апай жетпей қалды. Біздің қыздар. Апайдан қояды жетпей қалды. Ой, жарайсың. Кән оқып жерші. Айша? Апа. Қайда апа? Жарайсың. Міне, біздің қыздар әдемі жазып атыр, және оны өздері оқып жастайды. Сабина, сен не деген сөз жаздың, айтшы? Айта ғой. Жоғарғысын оқышы. Өзің жазып өтсің ғой.